Қайырлы күн қыздар, қалдарыңыз қалай? Бүгін уәде бойынша рецепт берейін деп отырмын. Ракушка безені жасайтын боламыз. Ол үшін бізге ең бірінші керегі 400 грамм ұнға, 200 грамм сармай және 150 грамм қаймақ, 3 жұмыртқаның сарысы және разрыхитель керек болады. Енді салмасына грек жаңғағы, секер, сосын соңында сахарный пудра керек. Бұл жерде жаңағы белок, 3 жұмыртқаның белогы. Мен термомикске жасап аламын тестасын. Егер сіздерде термомикс болмаса, кез келген комбайнға жасап алуларыңызға болады. Термомикске ұнымды, майымды, барлық салмаларымды салып, андай крошка жасап аламыз бірінші. Егер де сіздерде термомикс я болмаса комбайн болмайтын болса, қолдан үткіштен өткізіп, осындай ұнтақ жасап алуларыңызға болады қыздар. Осындай ұнтақ пайда болады сол кезде. Сіздерден осындай тесто дайын болды. Жұмсақ, осындай тесто дайын болу керек қыздар. Енді оның начинкасына бұнағы белок пен секерді араластырып миксерлейміз. Менде планетарный миксер. Егер сіздерде қол миксері болса, сонымен жасай бересіздер. Бірақ мынандай болып тұру керек, ұстап тұру керек өзінің белок. Соған бұнағы грек жаңғағын қосамыз. Оны араластырамыз. Астынан үстіне қарай араластырасыздар. Дайын болған тесто мен салмасын салып, осылай пельменчик сияқты қылып түйеміз қыздар. Осылай пельмен құсатып түйіп, духовкаға пісіріп аламыз. Ракушка беземіз дайын. Ас болсын қыздар.